Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода қызым алған жаңа затыма распаковка жасайтын боламыз. Менің қызым 7 айлық. Қызыма отыруға ыңғайлы болсын деп, осындай стульчик Каспи магазин арқылы заказ берген болатынмын. Сіздермен осы видеода бөлісейін деп шештім. Сіздің көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы етіп орап жіберген. Ашу маған кішкене ұзаққа түсті. Бірақ маған стулдың өзі, качествосы, түсі, барлығы ұнады. Сіздерге, если менің сияқты кішкентай қыздарыңыз болса, алуға кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай 2-3 рет қабаттап, орап салып жіберген. Міне, даже коробкасының өзі қатты бұзылмай келген. Мен әлі видеода ашып жатырмын. Жалпы, осы ашудың өзіне менің 1,5 минутым кетті десем де қателеспеймін. Жалпы мен осы стульчикті бір мейрамханаға барған кезде көріп қалдым. Қызымды отырғызғанда ыңғайлы болды. Қызымда ойнап, үстінде отырғаннан кейін үйге келіп, сразу іздеп, осылай тапсырыс берген болатынмын. Міне жалпы осындай бөліктерден тұрады. Еще мен сіздерге конструктор көрсетіп жатырмын. Қалай құрау керектігін. Мен барлығын өзім құрадым. Құрауға өте оңай. Сол үшін де өзім осылай құраған болатынмын. Қазір толығымен құрап, соңында көретін боласыздар. Еще осындай маған ыдыс салып жіберген. Пластмасс ыдыс сыйлыққа салып жіберіпті. Жалпы негізі бұндай ыдыстың менде өзінде басқа түсі бар. Удобно каша жегенге, осылай вилкасымен, қасығымен, крышкасымен. Рахмет сыйлық үшін. Мелочь болса да көңілге қуаныш сыйлады. Мына жерде өзі товардың өзі, аяғы ролик, жылжытуға, қозғалтуға ыңғайлы. Коляска сияқты итеріп жүруге де өте ыңғайлы. Және алдында осындай ойыншығы бар. Сіздерге видеода барлығын көрсетіп жатырмын, ашып. Мынау ремені. Осылай. Барлығын өзімде қызықтап жатырмын. Жалпы қызыма жаңа дүние алсам, өзім қызықтап, өзіме бір жаңа дүние алған сияқты қуанамын. Барлығыңызда сондай шығар. Айтпақшы, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ал міне мынау стульчиктің дайын түрі. Өте әдемі, түсі де ұнады, барлығы ұнады. Бағасына сай. Ал видео соңына жетті. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ойларыңызды комментте күтемін.